Сәлеметсіздер, сіздермен мен Luffy Play және достар, бүгінгі видеода бізде жаңа видео. Арнаға тіркеліп лайктарыңызды басып кетіңіздер. И достар, қазір бізде дейтін қандай видео екенін атынан көріп тұрсыздар. Бұл достар уже бізде рубрикалық бітті. Бізде уже 24 сағат нуппен шықты, және де бүгін 24 сағат промын шығып тұр достар. Сондықтан арнаға тіркеліп лайктарыңызды басып кетіңіздер. Бұл видео мощный болады деген ойдамын. Қараңыздар достар, мынақты жаңбыр жауып тұрған жоқ, мынақты жауып тұр, прикиньте. Достар, және де бүгін бізде мощный видео болады, себебі бүгін бізде 24 сағат промын дейтін видео болады. И достар, мен монтаж істемей ақ қоямын деп шештім видеоға, а то монтаж істесем менде қуат екен, да, көрген шығарсыздар да, нуппен дейтін видеодан. И оны перезалить ете алмаймын еще. Міне, короче, міне промыз бізде. Міне бізде алмазный сет бар, мына жерде алмазный сет. Және де мына жақта бізде оружие барлығы тұр. И мына жақта бізде еще тамақ бар, енді тамақ азақ екен. Прон тамағы бітіп жатыр, потому что. И бізде мынандай записка не істеу керек бүгінгі күнде. Достар, арнаға тіркеліп лайктарыңызды басып кетіңіздер. Себебі достар, мен сіздерге осындай мощный видео істеуге тырысамын. Кровати 2 местный, кіммен жатады екен десең да, будет жатады да осылай. Короче, давайте қарап кеттік. Бірінші охотаға шығу дейді достар. Бұл маған задание, если что, достар. Екінші шахтаға бару, үшінші ағаш шабу. Достар, давайте мен сіздерге де мощный давайте задание берейін. Давайте сіздер 5 секундта лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер. Бұл задание істесеңіздер, сіздер молодецсіздер. Давайте. Давай 5-ке дейін санайын. 1, 2, 3, 4, 5. Үлгерсең красавчиксің, үлгермесең қайтадан бас. Давайте. Достар, қазір біз ең бірінші бұл дейтін охотаға шығу істейміз, потому что бізде вообще тамақ азақ екен, төртеуақ, и бізге қазір охотаға шығып келу керек. Ол үшін бізге броня керек, потому что бізге любой моментте біреу дейтін напасть етуі мүмкін, және де қазір наны киіп аламыз. Просто достар, алмазды броня мощный, да? Көріп тұрған шығарсыздар. Және де бізге керек нәрселерді ғана алу керек. Болды, міне осыларды алдық. И кеттік, охотаға шығамыз. Давайте мынақта қой жүрген өлтіріп тастайық кеттік. Опа, өлтірдік. Достар, біреулерін өлтірдім, көрдіңіздер ма? Мынау мықты болып тұр. Және достар, мен видеоларды дейтін қатты ұзақ болмаймын. Достар, шамалы өстейік, а то кака еттер құлақ кетеді. О, мынақта шошқа жүр. Достар, мынақта тамақ көп екен негізі. Және достар, мен неге қойып қойдым? Короче, видеолар слишком качественныйға қойып қойдым. Себебі достар, сіздерге качественный видео ұнайтын шығар. Және достар, қазір маған менің видеоларым неше минутта, неше сағатта загружаться ететінін білмеймін. Примерно 2,5 сағатта видео салынып болады. Және де мына видео қазір примерно 2-лерде шығады, достар. Иә, 2-лерде шығады, даже 3-лерде шығуы мүмкін, достар. И давайте тамақ жеп алайық. И достар, осылай біз достар походу справиться еттік, не нормально деп ойлаймын. Тамақ бүгінге жетеді деп ойлаймын. Давайте. Сондықтан кеттік, үй жаққа барайық та келесі заданияны орындай берейік. Достар, үйін көрдіңіздер ма? Нуптікіндей говно емес. Мынаны үйі кварцтан жасалған, үсті бетоннан. Және де бұл маған ұнайды, достар. Маған кварц өте қатты ұнайды, және де бұл жақта блок сондай мощный кәдімгідей бар ғой. И қазір біз дейтін мына тамақтарды үстіне салып қояйық, давайте. Мен давайте лукты вообще қолданған жоқпын, прикиньте. Жоғынан саламыз жаққа, и лукты қоямыз жаққа. Лук керек те болған жоқ бізге, себебі бізге вообще керек емес. Жоқ, давайте мынаққа салайық тамақ, себебі тамақ мынақта тұрған. Қазір ағаш шабу керек бізге, және де бізде 2 шерсть бар, бұны тоже мынаққа саламыз. Барын осы жаққа саламыз. И келесі бізде уже шахтаға бару, давайте. Шахтаға барайық кеттік. Шахтаны дәл мына жерде істеп мейлі, мынақта бар ма шахта? Ну, давайте мына жерде қаза салайын. Тоқтаңыздар, мен еш құрал алмағанмын ғой. Достар, арнаға тіркеліңіздер, құрал алайын. Так, бізге кирка керек, лопата керек. И все, достар. Одан басқа дым керек емес бізге. Лопата мен кирка керек. Қазір келеміз да мынаны қазатын боламыз. Достар, мынақта су екен. Достар, мынақта шыға алмай жатырмын. Мен дейтін шығуға тырсам. Мынаны сындырамыз. Мынаны. Все, почти шықтық, достар. Все, достар, мынақта қазбақ қойық, ата мынақта слишком екен бар ғой. Мынақта бүкіл жақта су, достар. Давайте мына жерге қазақ хотя бы. Мынаққа қазақ. Все, достар, көрдіңіздер ма? Достар, тез қазат, мықты қазат, білесіздер ма? И киркамен уже қаза беретін боламыз.
И достар, мен дейтін сіздерге бір өтінішім бар. Мынау не? Достар, новый руда какой-то. Казах, и но недоработанная медь дейді. Біз медь тауып алдық, достар, және достар, медьтерді көбінесе шығады. Және достар, метевый броня шықсын десеңіздер, комментарий жазып беріңіздер. Маған ұнайды, достар, қаныңыз новый руда шықты, және новый броня мен новый құралдар шығу керек осы медьке. И шахтаға біз қазір примерно шамалы булыжник қазайық, потому что булыжник походу керек оған. И достар, көріп тұрғандарыңыздай дым көрінбейді. Сондықтан мен қазір творческий режимға кіремін да шамалы факел алам. Кеттік, факел аламыз и все, достар. Енді қазір қайтадан выживание қыламыз өзімізді. Окей, міне. Және енді осылай жақып болуымызға болады. А то жақпағанда жаңа жаман болды. Міне, уголь, достар, қазір уголь бізге керек өте қатты. Және қараңыздаршы, угольдің текстурасы просто бомба болып кеткен да. И маған өте қатты ұнайды. Угольдің текстурасы маған вообще бомба болып тұр. Мына қараңыздар. И уголь бізге керек, себебі қазір тамақ пісіретін боламыз біз. И бұл өте қатты керек сол кезде. Міне, угольдің барлығын қазып алайын. Достар, угольдерді қазып болдым. И бұл маған жетеді деп ойдамын. Давайте мен тиісті медьтерді қазып алайын. Халық болған екен, жаңа қараңғыда көрмеген. Және достар, медьтер тоже андай не болып шығады екен, угольдер сияқты өте көп кладпен шығады екен, және маған бұл өте қатты ұнайды. Достар, медьевый броня шықса, енді примерно ол, например, золотой емес, конечно, енді. Примерно железныймен бірдей болады шығар, себебі енді медь дейтін көбінесе оңай табу, көрдіңіздер ма? Спокойно таптым. Мынау достар, железо ғой, достар. Недоработанное железо. Қазірде дейтін достар, бізде дейтін қазірде кәдімгі железаны қазбайсың. Еще болса қазасын, еще оны плавить етесің қазір. Біз қазір бірақ оны плавить етпейміз. Біз қазір тамақ пісіреміз. Давайте сиырдың етін пісірейік. Бізде 3 түрлі ет бар. И және достар, ең соңғы наққа салайық мусорларды. Мусор дегенде міне назаттарды. И бізде ең соңғы қалған нәрсе бұл дейтін бізде ағаш шабу. Ағаш шабу, достар, мен үшін өте оңай, және кеттік ағаш шауып келейік. Достар, қараңғы батып жатыр ма, білмеймін, бірақ что-то бұлтты. Жоқ, күнді бұлт шауып жатыр. И кеттік, достар. Давайте сындырамыз. Міне. Достар, давайте примерно полстак жинек, жартыстак. Давайте 20 жинек, достар, енді нормально ғой да. Достар, мына еще акация бар, және мен акация жинек шығарып, себебі өте әдемі ағаш. Маған бүкіл ағаштардан осы акация ұнайды. Бұрында ұнамайтын еді, цветі шамалы жаман еді, және құсқын келеді ше, қарасаң, бұрында сондай болды маған. Ал қазірде, достар, акация просто ең краш, короче, барлығынан. Менде тамақ бітіп жатыр, және бұл өте жаман, бірақ біздің үйде если что тамақ бар. Давайте мына ағашты ғана сындырып тастайық, и уже нормально деп ойлаймын. Все, да? Достар, осыдан біздің видеомыз аяқталады. Біз не қараңыздар, про айтқан барлық тапсырманы істедік. Сіздер де, достар, 5 секундта лайк басып үлгердіңіздер ме, подписаться етіп үлгердіңіздер ме, комментарий жазыңыздар. Үлгермесеңіздер, тағы да айтамын, қайтадан лайк басып подписаться етіп кетіңіздер. Достар, сіздермен болған мен Луфи. Короче, барлықтарыңыздарға пока.